Абайлаңыз, әккі ұрылар бас көтерді. Әсіресе олар үй ауласында тұратын велосипедтерді қолды қылуда. Тіпті арнайы сақтық шынжырларының да көмегі болмай тұр. Толығырақ тілші сюжетінде. Велосипед карантин уақытында тұрғындар үшін таптырмас көлік. Таза ауада оқшау, діттеген жерге тез жетіп барасың. Әрі денсаулыққа пайдалы. Алайда есіктің алдына құлып салып, шынжырлап кеткен екі дөңгелекті көлікті бау кеспе ұрылар көзді ашып жұмғанша қолды қылуда. Темір-терсектің соңына түскен қаскөйлердің мәселесін құқық қорғаушылар енді майшаммен қарамақ. Қатаңдатылған заң оларға пәрмен беріп отыр. Қазір уақытта осы ұрлық фактісі бойынша тіркеліп жатқан қылмыстар өте көп. Жаңа велосипед ұрлығы бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188 бабы бойынша жауапкершілікке тартылады. Жаңағыдай бұл бөтен мүлкін жымқыру болып есептеледі. Сандарды сөйлетсек, жыл басынан бері 20-дан астам факт тіркелген. Тойтарысқа тосқауыл қойып отырған сақшылар сан мәрте халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Соның нәтижесінде 10-ға жуық қылмыстың бетін ашқан. Ұрлық көбінесе үй ауласында жасалады. Оның бірден-бір себебі? Бірден-бір себебі қазір уақытта мына кішкентай балалардың велосипедпен кешке серуенге шығады, ата-аналардың қараусыз қалып қою. Жаңа өзі үйге кіріп кетеді де, велосипедті далаға тастап кетеді. Көбіне көп осы аумағында қараусыз қалған велосипедтен ұрлығы көбейіп отыр қаламызда. Сондай-ақ полицейлер атыраулықтарға өз мүлкіне аса сақ болуды ескертеді. Жұлдыз Қайратқызы, Жарылғас Шалғасов, жаңалық қызметі.